Алан, қарашы, мына и әріпі мен қысқаша и әріптері бір-біріне ұқсайды. Айырмашылығы біреу дауысты, ал екіншісі дауыссыз. Иә, Дана, осы әріптері бар сөздерді айтып шықшы. Мысалы, ине. Бұл жерде и әріпі сөздің басында, дауыссыз дыбыстың алдында жазылады. Шие сөзінде и әріпі дауыссыз дыбыстан кейін жазылып тұр. Ал маймыл сөзінде и әріпі дауысты дыбыстан кейін жазылады. Ережелерін де біледі екенсің. Иә, Алан, мен ауылда тақырыбына тірек сөздерді қолданып, әңгіме құрастырып шығып ем, соны тексеріп шығасың ба? Жақсы, тірек сөздер дегеніміз мәтіннің құрылуына негіз болатын сөздер емес пе? Қандай тірек сөздер берілді? Демалыс, ауыл, ата, әже, көмектесу, үйшік, дәмді, ұнады. Қане, оқып шығайын. Мен жазғы демалыста ауылға бардым. Онда атам мен әжем тұрады. Мен атама бақшаны суаруға көмектестім. Атам екеуміз күшікке үйшік жасадық. Әжем дәмді құймақ пісірді. Маған ауыл ұнады. Жарайсың, Дана, жақсы жазып шығыпсың, маған өте ұнады. Рахмет.